Айқасымыз басталуға жақын. Орынжан Жүнісхан мен Расим Мирзаев арасындағы жекпе-жек. Орынжан дебютант, ал енді қарсыласы Расим Мирзаев 2024 жылы Найза лигасында екі айқасы өткізіп, сол екі жекпе-жегінде жеңіске жеткен уақытынан бұрын және соңғы айқасында Аманбек Жаманқараевты 3 раунд есебінде тізе бүктірген болатын. Жекпе-жек басталды. Алғашқы ұмтылыс қазір Мирзаевтың тарапында. Жүнісхан артқа шегіне жүріп, көбінесе бақылаушы позициясында қимылдап көрді және алғашқы соққы алмасу сәті. Енді Орынжан өзінің қандай мықты грэпплинг шебер екендігін осы сәтте сынға салып көреді. Мирзаевтың тіземен жасаған қауіпті соққысы аяқ алыс жаман емес. Видимо, что первым номером работает Расим, позволяет себе многие фривольности. Вот сейчас кинул бэкфист, чувствует он свое преимущество как минимум в опыте. Все-таки на 3 боя у него больше. А Орынжан немножко горит, падает, чувствует себя неуверенно, но ему простительно. Все-таки первый бой. И еще раз напомню, обоим парням по 21 год. Это будущее ММА. В принципе, вау, хорошая вертушка от Расима. Правда, не попадает он в цель, но добавляет сразу же локтями по сопернику. А Орынжан решил бороться, но Расим хорошо контрит его подсечкой, и бой опять возвращается в стойку. Орынжан пытается как-то огрызаться, но видно, что именно в ударке Расим прям на голову выше. Очень жесткие локти, по-моему, это уже все. Очень жестко по уху попадает Расим. Орынжан пытается как-то перевести в стойку, но очень много урона хавает, очень много. Мына тұста қазір Расим Мирзаевтың шынтағымен жасаған қауіпті соққылары Орынжан үшін орынсыз жайсыздықтарға алып келген болатын. Енді міне семейлік жауынгер басын бұққан қалпы қазір қарсыласына өз арқасын беріп қойды. Қанша дегенмен қазір енді Мирзаевтың бара сенімді шабуылы барған сайын үдей түсуде. Сонымен қатар міне жауапсыз соққылар. Орынжан бас көтере алмай қазір қорғануға көшті. Тогда екі соққы ауыр. Ну и просто посмотрите на лицо Расима, с каким хладнокровием он все это делает. Видит он практически все. Жесткое колено. Жестко. Ну тут, конечно, да, разность уровней. Расим максимально хладнокровно одерживает 4-ю победу в своей карьере. Делает это красиво. Ну, честно скажем, Орынжану не хватило опыта. Просто не знал, как он противостоять парню, который намного более разносторонний, чем он, с такой ударкой. Бұл тұста шынығында бәсі де, бағы да жоғары, бабы да жоғары деп Расим Мирзаевты айтуға болады. Өйткені міне Орынжан жаңағы ауыр соққыларды өткізсе де, езуінен күлкі кетпеген, жүзінде яғни жымию бар. Бұл дегеніміз Орынжан Жүнісхан бүгін 8 бұрышта өзінің жіберген қателігін жақсы түсініп тұр. Қай тұста қандай сәтте шалыс басқандығы тәжірибенің әлі де толысуы қажеттігінен хабар береді. Супер уверенно получилось. Походу нос сломал Расим Орынжану. Ну, не знаю, сейчас, может быть, будет крупный план, и мы точно это поймем. Но это была и красивая ударка, вертушки, бэкфисты, плюс очень интересная защита от борьбы, вот эти вот локти в ухо. И вот мы видим, что в углу у Расима стоит Эдуард Базаров, главный тренер команды Dart Team. И очевидно, что это его заготовки.